дін өкілдерін емес, адамды түгелден алмастыра алмайды, адам болып қалады. Сондықтан оның пайдалы жерлері көп. Біз пайдалануымыз керек. Тіпті әлемнен қалмай, көштен қалмай бұл бағытта біраз іс-шаралар жасалыну керек деп есептеймін. Көптеген дамыған мұсылман мемлекеттері, мысалы Дубай, Катар сияқты, Кувейт деген мемлекеттер бұл жасанды интеллекттің көптеген жақсылықтарын көріп бастап жатыр. Біз соның көшінен қалмай, біз де дамыған мемлекеттердің санатында болуымыз керек. Ал енді діни ақпараттардың легін әлбетте адамдар салғаннан кейін оны қарап отыру керек. Өйткені ол жерде жасанды интеллекттің өзінің даму, өзінің алға басып өсуінде кішкене айырмашылықтар, мазхабтағы кереғайшылықтар бір-біріне қарсы болып қалуы мүмкін. Сондықтан имамдарды, ұстаздарды ешқашан толығымен жасанды интеллект орнын алмастыра алмайды. Өзіңіз пайдаланасыз ба жасанды интеллект? Әлбетте. Қандай сұрақтар қоясыз шамамен? Мен көбінесе аналитикаға келем. Қолданғаным, бірнеше рет қолданғаным. Осы бір айдың көлемі болып қалды ма? Соңғы рет бір аналитика керек болды да, маған сараптама шығарып берді маған.